Ежелгі Египет, солтүстік шығыс Африкада Ніл өзенінің аңғарында орналасқан. Египетті ежелгі заманда қара жер деп атады. Ал сол кездерде ежелгі Египеттің батысында ливиялық тайпалар мекендеген. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықта Египетте алғаш мемлекеттер пайда болып, Ніл өзені аңғарына қарай екіге бөлінді. Біріншісі оңтүстік Египет, перғауыны ақ тәж киген. Екіншісі солтүстік Египет, оның перғауыны қызыл тәж киген. Нәтижесінде екі мемлекеттің арасында соғыс болып, оңтүстік Египет соғыста жеңіп шығады. Сөйтіп, Менес мемлекетін құрып, орталығы, яғни астанасы Мемфис қаласы. Әлеуметтік жіктелу. Ежелгі Египеттегі қоғамдық сатылық жүйе. Ең жоғарғы лауазым перғауын. Құдайға тең перғауынның билігі шексіз болып, тақта отырғанда қолдарында қамшы мен асатаяғы болды. Одан кейінгі сатыда құдай қызметшілері абыздар, елден жиналатын салықты есептеп, тіркеп отырды. Одан кейінгі сатыда егіншілер мен қол өнершілер. Олар мемлекетте түрлі қызметтерді атқарды. Ал ең соңғы сатылық жүйеде тұрған құлдар оларды тірі өліктер деп атады. Египеттің алғаш басып алған көрші елдері Сирия мен Палестина аумағы болды. Жаулап алу соғыстарын кең көлемде жүргізген перғауын 3-ші Тутмос билік еткен жылдары біздің заманымыздан бұрынғы 1525-1491 жылдары. Оның кезінде Египет Сирияға 17 рет жорық жасады. Вавилон, Ассирия, Хет патшалықтары алым төлеп отырды. Нубия жерін жаулап алды. Египеттегі мәдениет. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 мыңжылдықта қамыстан жасалған папирусқа иероглифпен жазды. Иероглифтің жалпы саны 750-дей болды. Алфавитте 24 дыбыс таңбаланған. Алғаш иероглифті оқыған француз ғалымы Шампольон. Астрономия. Бір жылда 12 ай 365 күн бар деп есептеген. Сағат ретінде су сағатты пайдаланған. Ежелгі Египетте өте кең тараған ғылыми білімдердің бірі медицина болды. Ежелгі Египетте өмір үйі деп медицина мектебін атаған. Египетте арнайы мектептер болып, жазумен қатар математикада үйретілді. Тек ер балалар ғана білім алды, ал білімді абыздар үйретті. Ежелгі Египеттегі әдебиет. Осирис пен Исида, Синухет әңгімесі, астық тасушының әні секілді шығармалар сақталған. Египет храмдары. Ежелгі Египеттегі пирамидалар Мемфис, Фивы, Гиза қалаларында кездеседі. Біздің заманымыздан бұрынғы 5000 жылы салынған ең ежелгі пирамида Джоссер пирамидасы. Ал біздің заманымыздан бұрынғы 2600 жылы салынған ең үлкен пирамида Хеопс пирамидасы. Арыстан денелі адам басты үрей атасы деп аталып кеткен мүсін Сфинкс қорғаушысы. Мазары тоналмай жеткен Тутанхамонның қабірін Говард Картер 1922 жылы ашты.